қалай көрейік? Әке, майыстырды өтіндірші, тамаша екен, ә? Ондай сабағдар сабағымызды осы көңіл күймен жалғастырайық. Сабақты бастамас бұрын біз яғни топқа бөлуіміз керек. Әдеттегідей, жәнеке, ал Петербург программасымен топқа бөліп жіберейік. Бірінші топ шырша, екінші топ қайын, үшінші топ самсақ пен қарағай тобы отырғызады. Енді балдар, сендерге сұрақ кішкене, миға шағылу. Бізде қандай орта болсақ тұр? Табиғат. Табиғат, тамаша. Әлемнің сол табиғат бізге керек пе? Не үшін керек екен? Өйткені оның ішінде өсімдіктер, талдар бар. Ал талдар өсімдіктерден біз ауа жұта аламыз. Табиғат неден тұрады өзі? Жан-жануарлардан, өсімдіктерден, талдардан, гүлдерден, шөптерден. Балдар, тамаша. Бірақ бізге жан-жануарлардан бұрын бізде табиғаттың өзі. Бізде жан-жануарларымыз бар, ол қоршаған орта тұрады. Ал өсімдіктерден табиғаттан, яғни талдар, гүлдер, шөптер тұрады екен, иә? Өсімдіктер бізге керек қой, иә? Не керек өсімдіктерге? Нелер келеді? Қандай өсімдіктер? Тал, ағаш, гүл, шөп, және басқа. Жақсы. Ал тал бізге керек пе? Не үшін керек? Тал себебі бізге керек. Біз ол талдардан біз қазақтың төріне табылатын домбыра және де көптеген аспаптар жасай аламыз. Жақсы. Ондай балдар енді бізде келесі керек екенін білдік. Аспаптың да, домбыраның да жалпы бізге керек дүние ағаштардан жасалатын. Енді қараңызшы балдар, мына біздегі. Мына қандай? Шырша. Қарағай. Қандай? Қарағай. Шырша. Қарағай. Қарағай мынау? Бұл шамшат деген тал балдар. Біз бұл Қазақстанда шанда кездесетін талдың бірі шамшат. Енді осы ағаштардан, талдардан мына балдар аспаптың түрлері жасалатын. Қараңдаршы. Қандай аспаптар жасалады екен? Домбыра, скрипка, қобыз, violonчел деген аспаптар жасалады екен. Ал енді балдар сабақты бастамас бұрын сабақтың тақырыбын шығарып алайықшы. Қалай айталу керек бұл сабақтың тақырыбын? Өсімдіктер мен музыканың қызбасы. Өсімдіктер қызбасы. Жақсы, тағы да айта ғой, Зейнеп. Музыканың да өсімдіктерге керектігі. Жақсы. Әдемі. Өсімдік және музыка. Мына балдар. Енді қараңдаршы, біздің сабағымыз бүгінгі өсімдік және музыка. Енді біз бүгінгі сабақ бойынша біз бүгін қандай мақсаттарды біліп шығуымыз керек. Яғни оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары. Яғни біз бірінші тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беруіміз керек. Сонымен қатар көтерілген мәселе бойынша өз ойымызды білдіреміз. Екінші, мәтіндегі негізделген қосымша ақпараттарды анықтаймыз. Үшінші, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көркемдік ерекшелігіне сай қолданамыз. Ал ондайса бірінші бізде қазір бір бейнежазба тыңдаймыз, аудиожазба. Ол аудиожазбада бірінші топ. Сол аудиожазба бойынша тақырып қоясыздар және өз ойларында бөлісесіңдер. Екінші топ негізгі және қосымша ақпараттар. Үшінші топ, яғни осы аудиожазба бойынша сұрақтар қарастырамыз. Кеттік. 20 ғасырдың басында үндістанның Колката қаласында физиолог ғалым Джагдиш өз өсімдіктердің дамуына музыканың әсерін бақылап тәжірибе жасаған. Зерттеу нәтижесінде өсімдіктерге скрипка дыбысының өте жағымды әсер ететінін анықтаған. Доктор Синкпен Стеллапония скрипканың таңертеңгі уақыттағы дыбысына жасушадағы цитоплазма қозғалысының жылдамдауын байқаған. Мимозаға күніне 25 минут скрипкада үндістан музыкасы ойналған. Музыка тыңдамаған мимозамен салыстырғанда музыка тыңдаған мимоза 40,5 есе жақсы өскен. Күріш, темекі, бидай плита аспабының дыбысына жақсы өседі. Скрипка дыбысына шие ағашы бір мезгілде қаулап гүл жарған. Бір қызығы, өсімдіктердің аса шулы музыканы жақтырмайтыны белгілі болды. Музыка мен өсімдік арасында тығыз байланыс бар. Мысалы, көптеген ағаштардан музыкалық аспаптар жасалады. Шыршадан домбыра, пианино, violonчел, скрипка, қайыңнан арпа, рояль. Жақсы балдар. Түсіндік қой, енді бірінші топ мәтінге тақырып аудиожазбаға қандай тақырып болады? Табиғат, өсімдіктер,
Жақсы, не түсіндік? Өзің ойлармен бөлісіп өтіңізші, кәнеке. Не түсіндік? Аха, Айзель. Өсімдіктердің қандай музыкалық қанаты және де қандай музыкалық мейірімі. Жақсы. Өсімдіктер қатты шулы музыкалық қанаты. Тамаша. Аха, негізгі сені қосымша бар. Кәнеке негізгі ақпарат бар ма? Өсімдік пен музыка бірге тығыз қатынасын білесің, иә? Жақсы. Ал қосымша ақпарат, тың ақпарат кәнеке? Мимоза тыңдалмаған мимозаға қарағанда, ал мимоза тыңдап өскен, әуенмен өскен мимоза өте жақсы өседі. Көбірек өседі. Тағы да бар ма қосымша ақпарат? Аха, айта ғой. Мимозаға күніне 25 минут үндістанның скрипкамен ойнаған музыкасын тыңдатқан. Жақсы. Ал айтайма, қандай сұрақ бар? Әнді естіген гүл қанша есе тез өседі? Жақсы. Ал айта ғой. 1,5 есе. Дұрыс па? Жақсы. Тағы қандай сұрақ бар? Нұрзелік? Шыршадан не жасалады? Шыршадан не жасалады екен балдар? Шыршадан домбыра жасалады. Шыршадан домбыра. Тағы да? Скрипка. Тағы да сұрақ. Ал, барша. Шаршаттан не жасалады? Шаршаттан қандай аспап жасалады екен? Аха. Гитара жасалады. Жақсы. Ондай балдар. Араяна не айтамыз? Қарағайдан не жасалады? Қобыз. Қобыз тағы? Иә? Аха, Зейнеп. Қандай аспаптың дауысы өсімдіктерге жақсы ұнайды? Қандай аспаптың дауысы екен? Ол қатты шулайтын, қатты музыкалардан жақтырмайды. Жақтырмайды. Яғни жай әуенге екен. Жақсы балдар. Енді балдар сіздерге тапсырма осы ағаштардан жасалған музыкалық аспаптарды сәйкестендіреміз. Жаңағы аудио жазба бойынша, иә? Кеттік. Кәнеке шығамыз, кәнеке шырша тобы, қайын тобы, шамшат пен қарағай тобы шығамыз. Ал кезекпен шыға бер, келе ғой. Кезекпен. Кел. Аха, келе бер. Келе ғой. Қанайда? Раяна. Аха. Кел. Нұрзелек. Кезекпен келе ғой. Кәнеке, енді мына дұрыс сөйлескен бір тексеріп жіберейік кәнеке балдар. Дұрыс екен, иә? Яғни бәрі бүгінгі мына мәтінді түсініп отырсыздар. Енді балдар ондай болса, бізде келесі тапсырма осы аспап пен ағашты байланыстыра отырып орындаған Жанар Айдарованың бір әуенін тыңдап жіберейікші балдар кәнеке. Жақсы балдар, енді қараңдаршы. Ағаштан аспап жасалды. Сол аспаптан жасалған ағаш, яғни домбырамен, ағаштан жасалған домбырамен ән орындады Жанар Айжанова апайымыз. Онымен қосымша қобызын әнін орындады. Көрдіңдер ме балдар? Онымен тек қана ойнап қоймайсың, онымен қосымша оған арналған әуендерді бар екен. Кітапты ашамыз, тездетіп ашып келейік, кәнеке 46 бетті ашамыз. 45 бетте. Өсімдік және музыка деген тақырыпты. Осыны тез оқып шығамыз. Тез оқып шығамыз, осы бойынша тапсырма орындаймыз. Болды па? Түсіндік па? Енді қараңыз балдар, бізде бүгінгі тақырыбымыз ауыспалы және тура мағыналы сөздер еді, иә? Енді сол ауыспалы және тура мағыналы сөздер бойынша не түсіндік? Бізде мына партаның бетінде кітап жатыр. Ауыспалы. Неге ауыспалы? Өйткені Өйткені партаның беті болмайды. тамаша, не бет болады? Адамның беті болады, дұрыс айтамын. Яғни бізде сонда ауыспалы мағына мен тура мағыналы сөздердің айырмашылығы балдар осы. Ал білім теңіз мектеп кеме деген ауыспалы себебі білім теңіз емес, мектеп кеме емес, иә? Онда балдар келесі тапсырма бізде жұптық жұмыс осы жұмысты орындап отырсамыз. Берілген сөйлемдердегі тура және ауыспалы мағыналы сөздерді ажыратып өмірмен байланыстырамыз. Сіздерге шарапалы материал таратып беремін. Жұптық жұмыс
birinchi jup, mына ikkinchi jup, mына uchinchi jup. Sendерге берілген әрқайсы өз жұптарына орындауға тұрсыңдар, тәсіліге қосымша қарап берем, осы парақта орындайсыздар. Енді бірінші әр топта сендерге берілген, яғни бірінші топ тура мағынада берілген сөйлемдерді ауыспалы мағынада сөйлемді ауыстыруымыз керек екен, иә? Солай ма? Екінші топ ауыспалы мағыналы сөйлемді тура мағыналы сөйлемге ауыстыруымыз керек. Ал үшінші топ арқасы деген сөйлемді, яғни турасын ауыспалыға, ауыспалысын тураға ауыстырып жазуымыз керек екен. Тақтаға шығайықшы, кәнеке балдар. Кім шығар тақтаға? Келе ғой. Алып болған қағаздан. Тәдемді шартқа жазып қағаздан. Екінші топ ауыспалыны тураға. Үшінші топ кел. Жақсы, балдар. Онда қалғанымыз ауызша орындай берейікші, кім айтады? Кім айтады? Айта ғой. Қандай сөйлем берген? Әкемнің інісі келді, аха. Әкемнің інісі бауыры келді деген, бірақ ол жерде ауыспалы мағынadadır. Ал оған әкемнің інісі келді деп жаздыңыз, иә? Жақсы. Айта ғой. Бұл тұмыста әңгіменің төркін артында ашты. Ал бұның тура мағынасы әңгіменің басын айтыңдар. Әңгіменің төркінін айтыңдаршы дегенде балдар, бұл жерде әңгіменің төркіні деген ауыспалы мағынада. Бірақ әңгіменің төркіні бола ма? Бізде әңгіменің төркіні болмайды. Бізде анамның төркіні болады. Апамның төркіні болады. Шатаспайға, жақсы. Ауылға қосыла суық хабар алып келді. Ауылға қосыла жайсыз хабар алып келді. Ауылға қосыла суық хабар әкелді. Ауылға қосыла суық хабар болмайды. Жайсыз хабар болады, иә? Бірақ не болады? Далада суық болып тұр. Тоныңды киіп келді десе сол бізде тура мағынаға жатыр. Ал балдар, енді осы күнгі өткен тақырып бойынша мақалмен айтып жіберші, кәнеке. Аялы ағаш саялы. Қалай? Аялы ағаш саялы. Аялы ағаш саялы. Адам көркі шүберек, ағаш көркі жапырақ. Жапырақ. Тамаша. Тұт ағаш көркі, Тамаша. Ондай балдар бізге қазір берген тапсырманы жіберші, кәнеке. Ал Зейнеп оқып қойшы, қандай тапсырма берді? Тапсырмада әкемнің бауыры келді деп жазылған. Мен оны тура мағынаға келтіріп, әкемнің інісі келді деп жаздым. Тамаша. Әкемнің бауыры келе алмайды, ал әкемнің інісі келе алады. Тамаша, аха. Енді балдар ондайса, жақсы, біз бүйтеміз. Келесі тапсырманы оқып береміз. Кітап нені ашамыз, теткаларымызды ашайықшы тездетіп. Отыра қойды. Енді класстар программасы бойынша балдар кәнеке бұл қалыптастырушы бағалауды тапсырмасын орындап жіберейік. Кәнеке 10 сұрақтан тұрады. Жақсы. Жақсы, тамаша. Ондай кәнеке балдар тексере жіберейік. Бұны жинаған балымыз бүгінгі, яғни біздің орындаған тапсырмамыз. Енді балдар келесі тапсырма біздікі бүгінгі сабақ бойынша балдар бізге сабақ ұнады ма? Иә, ұнады, иә? Ондайса біз бүгінгі оқу мақсатына жеттік па сабақтарға? Иә. Яғни қосымша ақпараттар, негізгі қосымша ақпаратты білді, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берді, көтерілген мәселе бойынша өз ойымызды жеткізді, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне қарай талдады. Ондайса балдар енді үйге тапсырма 47-ші беттегі 5-ші тапсырманы үйге аламыз. Яғни осыны оқып келеміз. Бұл жерде тура және ауыспалы мағыналы сөздерге мысал келтіреміз. Сонда қосымша елден жаттаймыз. Ал енді балдар бүгінгі сабаққа деген көңіл күйіміз, өзіміздің көңіл күйіміз қандай? Кәне көрсетсеңіздерші. Кәнеке. Тамаша. Ондайса балдар үйге тапсырма түсінікті болса жиналамыз, сабақ аяқталды.